Қазақ халқында шайды жақсы көрмейтін адам жоқ шығар, бірақ оның пайдасымен қоса зияны да бар екенін біле бермейді. Бүгінгі видеода қара шай мен көк шайдың айырмашылығы және пайдасы мен зиянын айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Дүкендерде қазіргі кезде шайдың сан алуан түрлерін кездестіріп жүрміз. Соның ішінде ең көп таралған түрі қара шай мен көк шай. Шын мәнінде бұл бірдей сусын, өйткені олар оны бір ағаштан жинайды. Айырмашылықтары тек өңдеу процесінде. Шай бірнеше ғасырлар бойы табиғи дәрі болды және көптеген елдерде бұл ұлттық сусын болып саналады. Химиялық құрамы бойынша көк шай балғын жапырақтарға ең жақын. Көк шайды 80 градуста, ал қара шайды 90 градуста демдеу керек. Бұл сусындардың құрамында флавоноидтардың мөлшері бірдей. Көк шайда көптеген қарапайым флавоноидтар, ал қара шайда флавиндер бар. Шайдың бұл екі түрі пайдасы мен зияны туралы көп пікірталас бар. Сонымен жүргізілген зерттеулер нәтижесінде көк шайдың пайдалы қасиеттері: су балансын қалпына келтіреді, қысымды төмендетеді, арықтауға әсері мол, қатерлі ісікке қарсы, стрессті азайтады және мидың жұмысын жақсартады, тісті кариестен қорғайды, өкпені тазартады және бауырды алкогольдің әсерінен қорғайды, сүйектердегі кальцийді сақтайды, иммунитетті жақсартады. Сонымен қатар бұл сусынның бір қатар қарсы көрсетілімдері бар. Оны гипотониктерге ішуге кеңес бермейді. Көк шайды шамадан тыс тұтыну жүрек жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін. Ол подаграмен ауыратындарға, асқазан жарасынан зардап шеккен адамдарға зиян тигізуі мүмкін. Сондай-ақ бұл сусынды жиі қолдану бауыр мен бүйрек ауруларын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзада улануды шақыратын полифенолдар жиналады. Ал қара шайдың пайдасы қандай? Бұл сусынның құрамында кофе сияқты кофеин бар. Ол ағзаға түскен кезде бүйрек пен ас қорыту жүйесінің, жүрек пен тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады. Ал пайдасына келетін болсақ, антиоксиданттар денені зиянды микроорганизмдерден қорғайды. Инсульттің алдын алады және мидың белсенділігін арттырады. Жүйкені жақсартады, депрессиядан қорғайды және тыныштандыратын әсерге ие. Атеросклероздың дамуына жол бермейді. Тістің эмалін нығайтады. Көптеген адамдар қара шайды ЕДС дәрумендерінің, йодтың және құрамындағы никотин қышқылының арқасында ұзақ өмір сүретін сусын деп санайды. Күнделікті бір кесе шай ішу жалпы әл-ауқат пен терінің күйін жақсартады. Ал қара шайдың зиянына келетін болсақ, қара шайды жиі және шамадан тыс тұтыну ағзаға зиян тигізуі мүмкін. Сол үшін кофеинге төзбейтін адамдар үшін бұл сусынды тұтынудан бас тартқан дұрыс. Себебі бір кесе шайдың өзінен бас ауруы күшейіп, жүрек соғысы тездейді, ашуланшақтық пайда болады. Кофеиннің әсерінен жүрек қан тамырлар жүйесінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Жүкті және емізетін аналарға қара шай ішуге кеңес берілмейді. Бұл нәрестеде ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Қалқанша безінің проблемалары бар адамдарға да кеңес берілмейді. Қара шай да көк шай да ағзаға тек пайда әкелу үшін оны күніне бір рет тұтыну қажет. Егер сіз сусындарды тұтынудан ешқандай жағымсыз сезімдерді сезінбесеңіз, керісінше өзіңізді жақсы және сергек сезінсеңіз, онда сіз мөлшерді өзіңіз реттей аласыз. Ал сіздер қара шайды көбірек тұтынасыздар ма? Немесе көк шай сізге ұнай ма? Төменге комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі видеода шайды қалай таңдау керек, сол жайлы тақырыпты қозғайтын боламыз. Арнамызда алыстамай тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ем болсын.